Раяна не істеп жатсың? Қазір чехолдарды дайындап қойып жатырмын видео түсіруге. Қандай видео түсіреміз? Білмеймін. Достар, ешқандай идея қалмады. Бізде видео түсіруге идеяларыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Достар, мынандай видео деп. Раяна, бізде вообще идея қалмады. Не түсіретінімізді білмей қалдық қой. Бәрі видеоны түсіріп болдық. Почти, не түсіреміз енді? Айша мен Зерет жоқ, апасы үйіне кетті. Зомбиді қорқатын шығар оқырмандар, или қорықпай ма? Достар, біз зомби, басқа да қорқынышты видеолар түсірсек, сіздер қорықпаңыздар. Біз әшейін видео ғой. Жай видео екенін сіздер біліп тұрсыздар. Біліп тұрып, өйтіп қорқудың керегі жоқ. Жарайды ма, достар? Не болды? Естіп жатсың ма дауысты мен естіген? Мен дауысым отыр ма? Дағы жаңа терезелер ашық тұр. Мен естіген дауысты сен естіп жатсың ба? Бөпенің жылаған дауысын? Иә. Біздің үйде бөпе жоқ еді ғой. Дағы шығар біздің дәл қасымызда. Жүріп көрейікші, жоқ, дәл қасымызда шығып жатқан сияқты. Жүріп көрейікші. Өлі. Қуама кімнен алды? Ана? Өлі. На, екі бөпе қақтан кіріп кеткен? Кім бұлар? Шықыңдар. Сәсеттің қыздары деймісің? Сәсетте бұндай қыздар жоқ, Шықыңдар. Сәсет, қоя тұр. Бұлар адасып кеткен ғой, біздің үйге кіріп кеткен ба адасып? Бір қара адасып. Тоқтаса, қумаса кішкентай ғой бұлар. Қалай кіріп кетті? Нәна дейді. Нәна? Жоқсын жүрген. Не дейді? Тамақ деймі? Қалай кіріп кетті? Сөйлемей ма не бұлар? Арқасында сумкасы бар екен, Раяна көрші алып, ішіне не бар екен? Может, мамасының номері ма бар шығар, алып көрші. Сәл ашып көрші, не бар екен? Өлі, достар, үйге екі бөпе кіріп кетіпті. Бір ретте шпион. Білмеймін, кішкентай бөпелер сияқты ғой. Көрші, сумкаларында не бар? Кән алышты. Ойбай, заколкам. Бұлар негіз мамалармен жүріп адасып кеткен сияқты ғой. Мамалардың номері, нелері жоқ па? Жоқ, мына жерім ғой. Қаш кішкентай қалтасын көрші. Өлі, достар, біздің үйге осындай екі бөпе кіріп кетіпті. Жоқ па, сап қойған заттарын. Не істейміз енді? Бұлар ше сөйлей алмайтын да сияқты ғой, сұрайын десек. Мамаган, мама. Мамаган десем, нәне деп атқан. Мамаган, мама. Нәне дейді. Шпион емес па? Не істейміз? Нау мама дейді, анау нәне дейді. Не істейміз? Ойбай, қорқып кеттім ғой. Раяна. Пока мамалар милицияға звондайық. Біз осы екі қыз тауып алдық деп айтайық та. Мамалар милицияда шығар, может, іздеп жатқан шығар. Біз бүйтейік онда милицияға звондайық, сосын магазинге барып олар сүт ішетін шығар, Біз сүт алып келеміз қазір. Сендер тыныш отырыңдар, мақұл ма? Біз нәне алып келеміз қазір, мақұл ма? Кетіп жүр, нәне алып келеген. Есті құтап кетейік та, жүрсейін. Тағы да шығып кетпесін, тыныш отырыңдар, мақұл ма? Нәне алып келеміз, нәне. Тыныш отырыңдар. Нәне алып келеміз дедік қой, на? Кетіп жүрш. Ема ашып кетті. Азым алып кетті. Сен нәне алып кетті ғой. 5 минут ішінде менің анакомдан бәрін жоқ қылып жедік та. Әйе таптық па? Дәрем. Мындай бақ кетті. Планшет қымбат планшет алып па? Қымбат планшет. Жоқ, керек осы. Сарчифонила. Осында бәрінде алайық. Болды, кеттік. Планшетті жүр. Не бар? Сен осыны тағасың қазір. Не аламыз? Мында не бар кейін қара. Қымбат заттар бар ғой үйінде. Мен аның бәрін алам. Бәрін алып жүрсек. Давай сасайды өзің бәрін. Осы бәрін алам. Бәрін тағы да сәйміз. Түсейін. Сән идея таптым. Мен астан тұқпайықты бәрін. Сосын казекалар ұстағасын. Әкетеміз де бәрін ше. Осында қойырсын, шынға біздің асымызда болды ғой. Олардың үйлеріне дым қалады ғой. Меніңше қарап тұрып, осындай ақшаға жетпей жатыр. Енді ақшаға жетпей. Нәне алып
не істейін алар ше ұйықтап қалсын өлі әлі жүр ғой нә деп ше сен жаңа ше кухняға апарып сен сүттерін ысытып қазір әкеліп береміз мақма иә сосын ішіп мынаған екен ұйықтайды бұлар өлі Раяна сағат қанша болды милицияға звондадың ба не деді милиция әлі іздеп келмеді деп айтты иә ешқандай ата аналар іздеп келмепті енді таңға дейін хабарласатын шығар иә іздеп иә оққа дейін мамаларың емеспіз сен деп ойбай нақы келіңдер жатыңдар жүр Раяна жатқызсын оларды жатқыза тұрса енді бөпе оқу болар Раяна бөпе ойбай тыныш ұйықта көзін жұмып ұйықта көзін жұмып айбаны шешіп жатыр ұйықта ойлар енді бұлар қайтып ұйықтайтынын да білмейміз ғой біз иә немен ұйықтайтынын сосқа алсам алыппыз ғой жаңа аптекадан иә сіңілісінің қасына барып жатыр сіңілісінің қасына барып ұйықтайын деп жатыр ғой екеуі бірге құшақтасып жатсаңдаршы енді Раяна светті өшірікші иә светті өшірші давай өшір светті бұлар жарықта ұйықтай алмайтын шығар өшір жатыңдар не істеп жатыр мыналар бүйтіп сөйтіп ұйықтайтын шығар иә қазір ше аналар ұйықтап қалғасын біз ше жай алып кетіп қалу керекпіз себебі олар өтірік иә біз ұйықтап қаламыз біздің идеямыз не бар жай Раяна неғылдың ұйықтап жатыр ма иә ұйықтап қалды ұйықтай берсін иә жақсы болды ғой сен ше бар өзің комнатыңа жата бер мақма қазір мен де барам мақма мыналар біраз сәл ұйықтасын ұйықтанды ма күшті ана байғұс қыздардың қарындары ашты ау деймін иә мамаларын іздеп жатқан сияқты ғой ойлаймын мәме емгісі келіп жатыр ма неғып жатыр деп жатыр ғой мыналар не істейміз енді жоқ ұйықтасын бұлар біраз ұйықтасын мақма Раяна неғыласың төсек сабатсың ба ана ұйықтады ана екеуі ше азанға дейін милиция табатын шығар енді иә мамалар мамалар таппаса не істейміз біздің үйде қала ма жоқ шығарып жүреміз бүйтіп шығарып жүреміз дегенсіз қалай шығарып жүресің детдомға өткізіп жүрсің қумас жындыма кішкентай бөпелер ғой енді қоя берші онда мен светті өшірейін иә ұйықтайық біз де иә светті өшіріп біз де ұйықтадың ба бопты ұйықтайық онда иә ана бөпелер бір көріп келейінші мен ұйықтап жатыр ма екен не істеп жатыр екен өзі не істеп жатыр екен ұйықтап жатыр ма ұйықтап қалыпты мыналар ше уайым болды қарындары ашып жатыр ма екен қоя берші енді ертең азында бір мәнісі болар енді Раяна тұршы что-то аналардың қарны ашып жатыр ау деймін жүрші екеуміз екеулеп сүттерін берейікші тұршы Раяна мен жалғыз өзім мен үлгере алмаймын ғой екеуіне жаңа түнімен жылап шықты жүрші бол тез осы мен екеуіне сүтін берейік я кешке дейін азанға дейін ше обалды құстап қарындарым асқазандар ауып қалмасын жүр бөтен қыз қойлар ойбай бөтен қой деген несі бөтен қыз болса да енді кішкентай ғой Раяна жүр дауыстары да шықпай қалмай құстар қарында ашып жатқан шығар қақта мен қалай шығарып жатырмын сен түнде шығарып жүрген жоқсың ба ойбай мама мен өзім ұйықтап жатырмын жақсы светті біз полицияға звондап көрдік қой қаранамыз деп біздің неғысы ше не істейміз енді өзіміз беріп қоямыз ба жоқ бұлар енді кім болды
Өлі. Раяна, тағы да шпиондарға тап болдық па біз? Айттым ғой мама сізге бандиттер шпиондар деп. Мына заттан көру керек ашылар мен. Көш білесің ба не бар екенін? Иә. Жақшы свет жақсай. Бай. Тағы да біз сені алданып қалдық. Мама сіз жоқ лақты алтын мен. Планшет бар ма көрші? Планшет жоқ. Мама. Жоқ. Тағы да біз алдандық бар Раяна. Точно милицияға енді тағы да звондау керек, я? Айттым ғой мама сізге. Тыңдамайсың. Мен қақтан білем кішкентай қыздар болғаннан кейін. Көзінен еще жаңа заттар ана сумкасын лақтырған кезде ортақ. Сол кезде көрмейсің ба енді? Мен қайдан білейін? Достар, сіздер де біз сияқты алданып қалмаңыздар, я? Біз кішкентай бөпей деп мен кіргізіп, бұған жаным ашып жүрсе, біздің заттарымыздың бәрін тонап кетіпті. Срочно кеттік милицияға барайық, жүр. Өзіміз барып лағмасақ болмайды, я? Кеттік жүр. Достар, мынау не деген масқара мынау, а? Ашса енді есікті. Ал достар, бүгінгі біздің видеомыз ұнаса, Лайк басып, комментарий жазып, таратып, колбаска жасауды ұмытпаңыздар. достар, бүгінгі видеомызда біз түскен бөпе болып түскен Айша және де Зере. Достар, бұл жай ғана видео, я? Ешқандай да жаман пікірде болмаңыздар, достар. Біз қорқынышты видео түсірсек те, ол жай ойдан алынған видео. Ешқандай да не істейміз? Қорықпаймыз. Достар, келесі видеода қандай видео түсіреміз, соны да комментарияға жазып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше